басқармасы негізінде Ақтөбе облыстық әдістемелік орталық ұйымдастыруымен осы көшпелі семинар басталып жатыр. Бұның мақсаты жалпы аудан, қала бойынша осы балаларымызға, болашақ ұрпаққа біртұтас тәрбие, яғни құндылықтарды енгізу. Қалай әр аудан, қала жұмыстанып жатыр, өздерінің іс тәжірибесімен бөлісу мақсатында ұйымдастырылған семинар. Жыл осы 24-25 оқу жылының аяғына дейін болады. Жалпы оқу процесінде жағдай жасау, тікелей білім беру ұйымдарының басшыларымен осы педагогтер басты рөл атқарады. Және де осы 6 құндылық бойынша өздеріңіз білесіздер, қазір жұмыстанып жатсыздар. Осы 6 құндылық әр ай бойынша бөлінген, әр айда тұлғаны қалыптастыруға бағытталған іс-шаралар өтіп жатыр. Сондықтан да осы іс-шараларды әр аудан, қала әртүрлі деңгейде өткізіп жатыр ғой. Сондықтан қазір бізде айтып жатырмыз, сіздердің тақырыптарыңыз инновация, тәжірибе деп тұрсе, бізде жалпы өзіміздің тағы бір мақсатымыз осы көшпелі семинар аудан, қалаға барған кезде әр ауданның өзінің бір изюминкасы, өзінің бір ерекшелігі болып көрсететін. Сондықтан да бүгінгі семинарда сіздердің аларыңыз көп болады деп ойлаймын. Бүгін күндеріңізге Қабда ауданы сәттілік.